Ал біз жалғастырамыз. Осы аптада ақ халатты абзалжандар төл мерекесін атап өтеді. Нұр-Сұлтан қаласында жылдағы дәстүр бойынша алтын шипагер атты дәрігерлер арасында республикалық байқау болды. Биыл үздік мейірбике, үздік хирург, үздік педиатрлардың еңбегі ұлықталып, қошемет төрінен көрінді. Осындай құрметке бөленген Гиппократ антына адал мамандардың біріне әріптесіміз Толқын Аманжолғызы барып, кәсіби мерекесімен құттықтап, қызықты 10 сұраққа жауап келген екен. Ендеше экранға зер салайық. Жанбек Ғаниұлы, сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Бүгін дәрігерлер мерекесі, сізді осы кәсіби мерекеңізбен құттықтауға шын жүректен рұқсат етіңіз. Байтурлин Жанбек Ғаниұлы, ұлттық нейрохирургия орталығы, радиология бөлімінің меңгерушісі, медицина ғылымдарының кандидаты, денсаулық сақтау ісінің үздігі. Таңғы хабар бағдарламасы сізге арнайы 10 сұрақ дайындады. Соған қысқа нұсқа әрі шынайы жауап беруге уәде бересіз ба? Беремін. Онда бастайық. Дәрігер радиолог деген кім? Дәрігер радиолог деген осы компьютерлік томограф, магниттік резонанстық томограф, рентген аппаратта істейтін мамандарды атайды. Біздің Қазақстан мемлекетінде рентгенолог деген маман қалыптасқан. Бірақ қазір соңғы кезде осы радиолог деген мамандыққа біз бет бұрып жатырық. Неге осы дәрігер мамандығын таңдадыңыз? Оған мүмкін әсер еткен менің апам дәрігер болып жұмыс істейтін, және менің ағам ол да дәрігер болып жұмыс істейтін әсер берді деп мен өзім ойлаймын. Соларға қарап, қызығып, сол бала кезімнен, жас кезімнен соған жаңағы қызығып, сосын осы мамандықты мен таңдадым. Так, Алдияр қалай болып жатыр? Бұл пациент немен еді қазір? Малинов Мурзабай. Чине идет время, time to pick. Окей, жақсы. Сұрағымызды жалғастырсақ, жалпы алғашқы емделушіңіз есіңізде ме? Алғашқы емделуші есімде, ол кезде мен жас маманмын, кішкентай сәби балаға операция істегенмін. Дәрігерлер неге ақ халат киеді? Енді менің ойымша, біздер айтады ғой қазақта, абзал жанды ақ халатты адам деп. Шын ниетімен, шын көңілімен, шын ылтипатымен көңіл бөліп науқасқа солай жұмыс істегеннен кейін сол ақ халат киеді деп мен өзім ойлаймын. Гиппократ антын айта аласыз ба? Әрине, біздер ант бердік, сол Гиппократтың анты бойынша бәріміз қызмет істеп жатырық. Қолын көтермейсің бе? Мына басын бүйтіп, сәл бұлай бұрады. Болды. Жанбек Ғаниұлы, барлық ауру адамның миынан басталады деген пікірмен келісесіз бе? Келісемін. Себебі қандай науқас адам болмасын, ойлайды, кішкене уайымға түседі, не болды менімен, қалай мен не себептен ауырып қалдым деп. Сондықтан адам ойланады ғой. Сондықтан мен осы пікірмен келісе аламын. Сіз өзіңіз ауырғанда кімге емделесіз? Әрине мен өздерім дәрігерлеріме барамын. Бірінші кезінде. Бастық болған қиын ба, әлде дәрігер болған қиын ба? Мен ойымша бастық болған қиын сияқты, себебі бастық болғасын енді қанша дегенмен өзінің ұжымында көп адам болады, жауапкершілікті мойнына алады. Сондықтан дәрігерлер бос уақытында немен айналысады? Дәрігерлер бос уақытында жұмыста, бос уақытында болса оқиды, өздерінің мамандығы бойынша жаңағы әдеби профессионалдық жағынан жаңағы кітаптарды қарайды. Ал сіз бос уақытыңызда не істейсіз? Мен өзім бос уақытымда болсам волейбол ойнаймын, бассейнге барамын. Бос уақытымда болса. Жақсы.
жақсы жақсы. Соңғы сұрақ, науқастарға жиі айтатын сөзіңіз. Науқастарға жиі айтатын сөзіміз уайымдамаңыз, қатты қайғыға түспеңіз, себебі сіздің ауруыңыз емделеді, емделмейтін ауру жоқ деп біз айтамыз. Қандай ауруға болмасын, бәрібір оған қарсы ем бар деп, сондай жақсы жылы сөздер айтамыз. Жәнібек Ғаниұлы, сіздің әрбір ісіңізге береке тілейміз, еңбегіңіздің жемісін көріңіз. Көп рахмет. Рахмет, көп рахмет. Сіздерге сәттілік тілеймін. Рахмет.